Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бұл видео мемлекеттік мекемелер есепшілеріне арналады. Яғни 1С программасынан фаворит программасына өткен және 1 жылдық отпускыны есептеу 2 программадан қалай есептейміз. Мен өз білгенімше видео жасадым. Бірінші фаворит программасына кіреміз. ОК арқылы, яғни отдел кадр арқылы учет персонала, отпуск, приказ о предоставлении отпуска. Сол жерге кіреміз, добавить етеміз. Табельный номер, отпускке шығатын қызметкердің табельдік номерін жазып аламыз. Категория приказа деген жерге предоставление ежегодного трудового отпусканы жазамыз. Мына жерде выплатить материальную помощь деген бұл емдік ақы, галочка қоямыз егер төленетін болса. Егер ол жер шықпаса, онда должен специалист деген жердегі 3 нүктені басамыз. Сол должностьқа кіреміз. Прочейні басқан кезде мында материальный помощь к отпуску деген жерде 100 жазылу тұр керек. 100-ді жазамыз, сохранить етеміз. Сол кезде мында түседі автоматын. Енді қай күннен бастап шығады қызметкер, сол күнді жазамыз. Оның қай кезде жұмысқа түсетінін анықтау үшін қанша күнге шығатын жазамыз. Күнін жазған кезде басқа күн қойса, онда период отпускаға өтіп, дни деген жерде ручной өзіміздің қызметкердің шығатын күнін жазамыз. Сонда мына жақта автоматын өзгереді. Яғни жұмысқа түсетін күні де шығады, отпуск күні де шығады. Текст деген жерді басып, негіздемені де жазсаңыздар болады. Мысалы, ол қызметкерге приказ, яғни бұйрық шығады, осындай еңбекақы демалысына кету туралы. Сол негіздемені жазып қойсаңыздар болады, номерін и күнін. Қайтадан лицевая странаға келеміз да, барлық жерде толтырылған көз жеткізіп, сохранить етеміз. Сохранить еткеннен кейін міндетті түрде подписті басамыз. Одан кейін бухгалтердің полномочиясымен кіреміз, разделға кіріп, труд и зарплата, документайды басамыз. Документайды басқан кезде бізде отпуск расчет деп тұрады. Осы жерге приказ о предоставлении ежегодного отпусканы басамыз. Осы жерде спискті басып, бізге керекті енгізілген адамды тауып аламыз. Жаңағы отдел кадр жақтан енгізілгенді. Осы жерде расчетқа басып, мышпен оң жағын басып, изменитті басамыз. Средний заработқа басып, расчетті басамыз. Расчетті басқан кезде бізде 2025 қаңтары мен мамыр айының арасындағы общий доход көрсетеді. Осы лупаны басқан кезде бізде расчет шығарып береді. Міне, мына жерде 1 ай мен 5 айдың аралығы. Енді осы жерде ручной изменить етеміз, вставить басамыз. Біз енді алдыңғы бұл мысалы мұғалімдер июнь айында, яғни 2024 маусым айында шыққан болса, енді шілде айынан бергі жұмыс күндері мен табыстарын осы жерге жазып шығамыз. Расчетқа барлығын жазып шықтық. 7 айдан 12 айға дейін. Енді коэффициент повышения 1 болады. Осы кезде алдыңғы 1С программамызды ашамыз. Раздел зарплата, оплата по средневнойды басамыз, создать етеміз. Керекті қызметкердің фамилиясын жазып аламыз. Осы жерде жиынтық күндері мен табыстарын көру үшін. Прием на работу, датаны енгіземіз, дәл фавориттегіде енгіземіз. 56 күн, оплата больничныймыз, оплата отпуск болады. Программа, спецификаларды енгіземіз. Және количество пособия оздоровления 1. Начисление бетіне өтеміз, рассчитайтты басамыз, провестиді басып, печатты басып, расшифровка начисленияны басамыз. Осы жерде біздің 2024-тегі расшифровканы шығарып берді. Енді бұл жердегі ақшалары, күндері дұрыс екен тексеру үшін зарплата, расчетный листок организацияны басып, осы жерде работникті таңдап аламыз. 1 маусым мен желтоқсан арасын датаны қойып аламыз, сформировать етеміз. Міне осы жерде расчетный листокта күндері және айлықтарын салыстырып аламыз. Осы жерде мысалы 35.000 бірінші, 2 күн, одан кейін 392.000
барлығын салыстырып аламыз. Салыстырып болғаннан кейін дұрыстығына көзіміз жеткеннен кейін осы расшифровкадағы күндерді копировать етіп, жаңағы расшифровка экзелімізге қойып шығамыз. Күндерді, одан кейін айлық жалақыларын, әр айдағы айлық жалақыларын осылай қойып шығамыз. Одан кейін осы экзельді ретке келтіріп аламыз, барлығын бірдей қылып, яғни әріптің түрін таңдаймыз, өзіміздің Times New Roman, одан кейін шрифті бірдей қылып аламыз, және мына жерде вставкаға таблица, осы жердегі таблицаны басамыз, толық қоршалған. Одан кейін мұнда числовой разделға галочка қойып 2 тұрады, яғни тиындармен бірге түседі деген сөз. Енді мұнда әр айдың средний заработкын тауып алу үшін теңді басамыз. Осы жердегі айлықты бөлеміз рабочий күнге, яғни 2-ні бөлеміз 5-ке. Әр айдыкін осылай тауып аламыз. Реттейміз. Енді жалпы бір жылдық табысты жазып алдық. Енді бір жылдық табыстың қосындысын шығару үшін ең соңына барып автосумманы басамыз. Автосумманы басқан кезде бізге бір жылдық табысты шығарып берді. Енді рабочий день, жұмыс күндерінде осылай тауып аламыз. Жұмыс күндерін және бір жылдағы жалпы орташа айлық жалақыны тауып алдық. Енді осы жердегі айлық жалпы табыспен жұмыс күндерін фаворитке енгіземіз, ручной енгіземіз. Сумма заработок деген жерге бір жылдық табыс 4 миллион 296 525 6. Енді дней 206 бізде, количество дней дегенге 206-ны басамыз. Сол кезде біздің средний заработок дұрыс шығады. Средний заработок дұрыс шыққанына көз жеткізгеннен кейін астындағы мәліметтерді толтырамыз. Бухгалтер деп қойған жерге датаны жазамыз. Мысалы, біз маусым айына есептеп жатырмыз. Маусым айының датасын жазып, бухгалтердің табельный номерін жазамыз. Одан кейін начисление бетіне өтіп, мышканың оң жағын басып, добавить строки списки дегенді басамыз. Сол кезде автоматом күндеріне средний заработокпен бізге отпускын шығарып береді. Мұнда тексереміз. Пособие оздоровлениені бізге завучтар осындай список береді, сонымен тексереміз, сохранитті басамыз, подписті басамыз. Біздің расшифровкадағы суммалар қайдан шықты, соған түсіндірме ретінде осы расчетный листокты жазамыз. Мысалы, 1С ашып, сол жердегі расчетный листокты қатар шығады, копировать етіп, осы екінші листке түсіреміз. Бұл жерде бізде шілде айынан 2024 желтоқсанына дейін тұр. Қалған қаңтардан мамырға дейін фаворитке кіреміз, раздел учета труд и зарплата, документіға кіріп, расчетный листокты басамыз. Сол жерде осы фильтрді басып, керекті фамилияны тауып аламыз. Осы жердегі, мысалы, бұл жерде 1С сияқты қатарынан шықпайды, әр ай жеке-жеке шығады. Принтерді басамыз, табличный частқа қоямыз, предварительный просмотр. Осы жерде бір айдыкі шықты. Дәл осыны белгілеп аламыз да, бұл жерде копировать деген жоқ, Ctrl К-ні, яғни қазақшасы Ctrl К-ні басамыз, английский К, басып, Excelге барып, яғни бізде копировать етіледі. Excelге барып, осы жерге вставить етеміз. Дұрыстап аламыз Excelді, таблицаны басып. Міне бұл фавориттен шыққан расчетный листок. Дәл осылай әр айды жеке-жеке астына қарай түсіріп аламыз. Яғни бұл жерде бізде полный қандай доплата жүрді, қанша күн есептелді, категориясы қандай коэффициентпен есептеліп жатыр, стажы қандай, бүкіл мәлімет тұрады. Қанша сағатқа төленіп жатыр, замен болса барлық замендер қанша төленді. Яғни полный расшифровка, дәл осыны түсіріп аламыз екінші бетке. Бұл жерде атын переименовать етіп атсақ болады, расчетный листок деп. Түсінікті болу үшін бірінші бетін расшифровка отпуска дейміз. Расшифровка отпуска мына жерде бізде табыстарымыздың жиынтығы тұрды. Міне мына жердегі
күні және табыстардың общий жиынтығы тұрды, иә. Енді отпуск күні есептегеннен кейін одан ұсталатын налогтар бар. Соны есептеп аламыз. Ол үшін раздел учетаға кіреміз. Труд и зарплата, документы, расчетный ведомость. Добавить етеміз. Біз енді маусым айына есептеп жатырмыз. Июньді басамыз. Осы жерде добавить дата, ең астына датаны қоямыз. Бухгалтердің табельный номерін қоямыз. Одан кейін мышканың оң жағын басып, добавить строки списка басамыз. Осы жерде керекті подразделениені таңдап аламыз. Мен бұл жерде бүкілін есептеп қойғам, сол үшін бүкіл подразделениені тартып алдым, белгілеп алдым. Осы жерде барлығы шығады. Шыққаннан кейін сохранитті басамыз, подписті басамыз. Одан кейін документіға кіріп, қайтадан расчетный листокты басамыз. Біз отпуск есептеп жатқан қызметкердің расчетный листогын ашамыз. Сол жерде спискті бассақ, жерде дата тұрады. Маусымды таңдап аламыз, принтердің суретін басып, окейді басамыз. Яғни табличныйда тұру керек, предварительный просмотр болу керек. Міне, бұл жерде отпуск қанша есептелінді, одан қандай налогтар ұсталынды, пособие оздоровления қанша, қолына қанша тиеді, барлығы тұр. Копировать етіп бірінші расшифровку отпускіге басамыз, реттеп аламыз. Міне, мына жерде барлығы айқын, барлығы жазылып отыр. Отпуск есептеп болғаннан кейін мұғалімдер расчетный сұрайды, қалай шықты, түсіндіріп беріңіз деп, сол кезде осы Excelді берсеңіздер, бұл жерде бүкілі түсіндікті, бүкілі нақты жазылған болады. Excelді сосын сақтап алып, сол мұғалімге отправить етсек болады. Пайдалы білім болсын. Пайдалы мәліметтеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.